Ертеден келе жатқан көрісу мерекесі табиғат ана оянып, тіршілік атаулының бәрі жанданған уақытта тойланады. Бұрынғы уақытта ата-бабаларымыз жеке-жеке қыстаққа тұрған уақытта көктем келісімен бір-бірлерінің амандығын біліп кіріп шыққан. Аталған мереке бүгінгі күнге дейін жетіп, қазіргі уақытта туысқандарына және құдайы көршіңе кіріп сәлем беріп амандығын сұрап жіберген қателіктері болса, кешірім сұраудан тұрады екен. Бүгінгі күн мінекей мұсылман халқының Наурыз мейрамының басы болып есептеледі. Көрісу күні деп айтылады. Бүгінгі күні мінекей айтады екен, бір күніңмен деп. Сондықтан бұл, мен ойлаймын, халқымыздың бір жақсы дәстүрі, ежелден келе жатқан халықтың ауызбіршілігін сақтауға, ұйымдастыруға, бірге болуға, бұл өмірде мысалға біріне-бірі жақсылық тілеуде істелінген бұл үлкен сондай мықты дәстүр деп есептейміз. Амал мерекесіне тек қана төс қағастырып, жақын бауырлар бір-біріне деген реніштерін кешіруден ғана тұрмайды. Сонымен қатар жастарға арнап жасыңа жас қосылып, ғұмырың ұзақ болуға деген игі тілектер айтылады. Соған орай облыс орталығында қариялардың басы көрісу күнінде бірігіп аталып өтті. Бүгін 14 наурыз күні облыстық ардагерлер кеңесінің бастамасымен көрісу күнін өткізіп жатырмыз. Бұл осы көрісу күніне осы еліміздің, осы қаламыздағы қадірлі қарияларды шақырып, солармен бірге енді осы наурыздың енді бірінші күні ғой, көрісу күнін атап өтіп, және де осы бізді ардагерлер кеңесіне осы облыстық ассамблея адамдары келіп отыр, тоже құттықтап. Көрісу күніне орай өткізіліп жатқан іс-шараның басты мақсаты ол атадан балаға мирас етіп қалдырып келе жатқан дәстүрді жалғастыру болып табылады. Ұйымдастырушылар мұндай салт дәстүрді ұмыт қалдырмай өткізу дұрыс екенін айтты. Қуаныш Қапез, Дамир Ескендіров, Первый Северный телеарнасы.